Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай жұмсақ болып шығатын нанның, біреулерде күлше нан деп айтады, сол нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен өлшеп алған ұнымызға 1,5 қасықтай дрожж, 1 чайный ложка тұзымызды және 2 ас қасықтай қант салып дайындап аламыз. Граммдай сары май салып жібереміз. Енді жылы сүтімізді құйып, жақсылап қамырымызды илейміз. Менде ашыған сүт, кәдімгі сүтпен де жасай берсеңіздер болады. Біріктіріп илеп алғаннан кейін 1 ас қасық сұйық май қосып, тағы да илеп, бетін жарты сағатқа жауып қоямыз. Жарты сағаттан кейін ашып, қайтадан бір қайтарып, қайтадан жауып, тағы да 1 сағат 40 минуттай уақытқа қойып, әбден көтерілгенше қоямыз. Неге қамырымыз осындай үлкен болып көтерілді, енді 3 бөлікке немесе 4 бөлікке жұқалау қылсаңыздар, 4 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Енді противеньге салып, ортасын осы видеодағыдай бастым. Бірақ шанышқымен немесе тікешпен міндетті түрде басуларыңыз керек. Мен қолыммен жеңіл басқандықтан бәрібір ыссы пешке салған кезде ол көтеріліп кетті. Бетіне жұмыртқа жап, қалыңызша кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. 180 градуста 25-30 минутта осындай қып-қызыл болып, нанымыз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.